Сәлем оқырман. Шерхан мен Ақботаның бірге емес күндері көп өтті. Әркім өзінің өмірімен сүруде, тіпті ортақ таныстарының арасында бірге жүрмейді. Оған көбі үйреніп кеткен көрінеді. Бота болса жүкті еді, гендер пати жасап ер бала екенін анықтады. Қазір болса медцентрде қаралып жүретіні бар. Кішкентаймен бәрі жақсы, УЗИға түсірген болатын. Және де сол кішкентай ғана балапанын көрсеткен болатын инста желісінде. Ақбота болса тағы шетелге ұшатын секілді. Бір тура алған чек көрсетіп жатырған еді. Ал Шерхан болса өзімен өзі. Көп әңгімесі жоқ, бірақ көзінен бір мұң көрінеді. Бір айтқаны бар еді, сосын бұдан кейін деді Шерхан. Азып кетіпсің, депрешн тағы басқасын айтпаңдар. Только позитив бұйырса иншаллах деп айтып қойғаны бар. Қаншама адам жазып уайымдап жатыр. Біреуі қосылсын десе, екіншісі қосылмасын дейді. Біреу қызды кінәласа, екіншісі жігіттікі дұрыс емес дейді. Көп пікірлер келіп жатыр, екеуін қосындар дегенде бар. Ботаның бір жақсы жері Шерханды дым жамандамады. Басқа қатындар байын жамандайды ғой, солы жақсы. Ботаның сондайы сүйсіндіреді адамды. Ал енді менің ойым, Ақтөре Ботаның келетінін біледі. Шерханға сен барма, Бота барады деп тастап кетті ме деген ой келеді. Өзі анандай болғасын, олардың қосылғанын көре алмай отырған сияқты арам бала ғой, айтпесе екеуі бірінен бірі қалмайтын еді ғой. Ақтөрені гендерпатиге шақырған жоқ қой, содан кек алып отырма деп ой келеді. Адам аласы ішінде Ақтөреден ол да шығады, арам жігіт қой. Біз ойлаймыз, Ақботаға күйеуге тиіп шықты деген атақ керек болған. Басқа біреудің баласы деп ойлаймыз, айтпесе кеше үйленіп, бүгін ажыраспайды. Шерхан жаман бала емес. Барлық кінә Ботада, Шерхан оның айтқанның бәрін жасады. Баласын өзі секілді жартылай жетім қылып өсірмек пе, обал-ай. Балам, ешқашан басынды жерге сүрме. Қандай жағдай болса да, басынды тік ұста. Бота барған жерден қашпа, басынды тік ұстап достарымен араласа бер. Алла бәрін көріп білуші. Мүмкін саған осы қайырлы шығар. Ананды, бауырларынды сыйла, бақытты бол. Ешқашан әйел үшін еңсеңді түсірме, бәріміз біл Алланың құлымыз. Дейді оқырмандар, сіздің ойыңыз қалай?